Всем привет! Бүгін біз сырные шарики жасаймыз. Соңына дейін міндетті түрде видеоны көріңіздер, и содан кейін обязательно дайындаңыздар. Сырды былай кішкентай жағынан өткіземіз. Менде термомикс болғандықтан, мен термомикстан бұны уатып аламын. Термомикс жоқ болса, ештеңе етпейді, осылай теркадан өткізуге болады. Термомикстен өткізгенде 7-ші скоростьқа қоямыз да 10 секундтың ішінде бізге осылай істеп береді. Енді ұнымызды қосамыз. Сосын жұмыртқамызды қосып, күштетіп барлығы біріккенше от души араластырамыз. Қараңыздар, сіздер араластырғанда кәдімгі тесто сияқты, например, бешбармақ мантының тесто сияқты дәл осылай шығу керек. Содан кейін тек қана 22-23 грамм өлшеп аламыз. Обязательно осылай көп рет қолмен қысып, тек содан кейін осылай домалаттыңыздар. Бірден домалатсаңыздар, ол сіздерде шықпайды. Обязательно қысқанда ол бірігеді. Міне дәл осындай сіздерде где-то 20 штуктай шығу керек. Соны холодильникке салғаннан кейін орташа қызып тұрған майға салып жібереміз. Бірақ та басында тиіспеңіздер 10 секунд, просто так тұрсын. Только потом араластырып отырып пісіріңіздер. Пісірдігенде 3,5 минут пісірсеңіздер жақсы піседі. Сіздерге оңай болу үшін қастарыңызға секундомер қойып қоясыздар. И соған қарап отырып пісірсеңіздер де сіздер барлық шариктардың цветі бір-бірдей болады. Так что оймен емес, кәдімгідей осылай секундомермен пісіріп алыңыздар. Обязательно пісіріп көріңіздер. Бір істегеннен шығады, өте оңай. Тек қана 3 ингредиенттен тұратын сырные шарики.